Келесі губкалар. Спанч Боб мультигінде білесіздер я барлығыңыз. Ананасты өмір сүреді, бұл негізі жануар. Шынайы жануар. Міне судың астында осылай көрінеді. Мысалы суреттеріне қарасаңыздар, жануар деп ойламайсыздар, я? Бір өсімдік немесе бір тасқа ұқсайды, балдырдың бір түріне ұқсайды. Бірақ бұл жануар. Неге? Себебі бұлар мұхитта тіршілік етеді және судан сүзіп алған ұсақ жәндіктермен қоректенеді. Бұлардың денелерінде ұсақ-ұсақ тесіктері болады, поралары. Сол поралар арқылы судың ішіндегі ұсақ-ұсақ тамақтың қалдықтары немесе ұсақ жәндіктер порадан өтеді, порада сол жәндіктер қалып кетеді, ал таза су сыртқа шығады. Яғни мұхитта суды фильтр жасайтын осы губкалар. Және губкалар алғашқы нағыз көп жасушалы жануарлар. Бірақ түрлеріне қарасаңыздар, жануар деп айтпайсыздар. Сол себептен ғалымдар жүйелеген. Алдыңға сабақта өттік, жүйелеуді осы себептен жүйелеген, себебі тірі, бірақ қайсысына жататынын ешкім білмеген. Бұл жануар, омыртқасыз жануар губка. Келесі ішек қуыстылар деп атайды. ОБТ-да өте көп кездеседі. Ішек қуыстыларға кімдер кіреді? Маржандар, медузалар және гидралар. Барлығымыз білеміз медузаларды, ал бұл маржан. Коралловый риф деп барлығымыз білеміз ғой. Корабльдер барып, ұрылып, тесіліп қалатын. Бұл тас емес, бұл тірі ағза, бұл жануар. Не үшін олар қатты? Себебі мұхиттағы бана губкалар сияқты поралар арқылы тамақтарды сүзеді, суды сүзіп алады, тамақты ұстап қалады, таза суды сыртқа шығарады. Бірақ судың құрамында өте көп кальций, әртүрлі бана тасқа ұқсас минерал заттар болғандықтан, оның денесіне жабысып, қатты беріктік қасиет береді екен. Сол себептен олар тасқа ұқсайды. Бірақ бұл жануар. Қызық, я? Басқа да бұларға ұқсас маржандардан басқа актиниялар да болады. Актинияларды алдағы уақытта тағы да өтеміз. Судың астында бетіп қалқып балдырлар ұқсайтын жануарлар, бірақ балдыр емес, өсімдік емес, бұл жануарлардың түрі, ішек қуыстылардың түрі. Ішек қуыстыларға сіздерге жаттап алу қажет нәрсе бұл маржан, медуза, гидра. Және бұларда екі қабат қалыптасқан: энтодерма және эктодерма. Бұл туралы алдағы уақытта эмбриогенезді өтіп жатқан кезде түсіндірем. Сіздерге жаттап алу керек. Қараңыздар. Тірі ағзалардың денесі, мысалы адамдарда алатын болсақ, ананың құрсағында бала, эмбрион 9 ай дамиды. Сол дамып жатқан кезде алғашқысында ол бір жасуша болады. Бір жасушадан көп жасушаға көбейеді. Көбейген кезде 3 түрлі қабат пайда болады. 3 түрлі. Біздерде 3 қабат пайда болады. Ал бұларда 2 қабат. Сол 2 қабаттың аты энтодерма және эктодерма. Бізде де ол болады даму процесінде. Ал ең алғашқы болып энтодерма, эктодерма қалыптасқан бұл ішек қуыстыларда. Не үшін мен ең алғашқы болып деп айтайын? Себебі Жан-Батист Ламарк эволюцияны алдағы уақытта, мысалы, біз білеміз ғой, эволюцияның теориясын Дарвин шығарған. Бірақ Дарвиннан бұрын Жан-Батист Ламарк осыны бастап кеткен. Яғни бір ағзалар екінші ағзадан пайда болды деп айтып кеткен. Сол себептен алғашқы 2 қабат қалыптасқан ішек қуыстылар. Яғни бірінші бір жасушалар пайда болады, бір жасушалардан губкалар пайда болады, губкалардан ішек қуыстылар пайда болады деген бір ұғымға келген. Және ішек қуыстылар губкалардан өзгешілігі энтодерма және эктодерманың пайда болуы. Толығырақ алдағы уақытта өтеміз.